Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін біз сіздермен қойдың тоқ шегін 5 өрмек өретін боламыз. Бұл өрімді маған келін болып түскен кезде енем үйреткен болатын. Ал ендеше бастайық. Өрімді ұшы, соны аламыз да бұлай бетіп қысамыз. Инаны бұлай, бұлай бесіне саусаққа істейміз да, мынаны бұлайнан істейміз. Мына астындағы нені міндетті түрде тартып қою керек. Видеода көріп отырғандарыңыздай, мына ұзын жағын саусағымыздың үстіңгі жақтарына келтіріп аламыз да, осыны қолымыздың саусағымызға іліп, саусағымызда тұрған шекті шығарып отырамыз. Бастапқыда қиындау болғанымен 1-2 рет қайталап істесеңіздер үйреніп кететін боласыздар. Және де міндетті түрде осы жақта абай болу керек. Егер де бір қолыңыздан бір шек шығып кететін болса, барлығы шешіліп кететін болады. Өргеніміздің барлығы. Осы тоқ шекті өріп, ортасына қойдың төсі жалпақ еті бар ғой, соны жақсылап маринаттап, орап, бүйенге салып, осыны бұрында осы шектің ортасына, осы өрілген шектің ортасына жаңағы қойымыздың төсін салып, ата-бабаларымыз өрме төстік жасаған. Қазіргі кезде оны көп жасай бермейді, бірақ осы шекті сол өрме төстіктің сыртына осы қаптаған. Көріп отырғандарыңыздай, бір қойдың тоқ шегі мен үзбей барлығын бірден осылай тазалап алып, ұзын қылып өріп шығатын боламын қазір. Шектің соңғы жағына жақындап қалған кезде абайлап отырыңыздар, себебі кішкене бастапқыда ұзынырақ қалдырыңыздар, себебі қолдарыңыздан шығып кететін болса, барлығы өргеніміздің бәрі шешіліп кететін болады. Мен кішкене қысқалау алып қойыппын, бірақ қазір бұны істеп шығатын боламыз. Қолдарыңызға осылай кигізгеннен кейін, енді осы ұш жағын әр саусағымыздағы шектің ішінен өткізіп шығамыз. Міне, қарап отырғандарыңызды өте мұқият болыңыздар. Далада жасағаннан кейін кішкене шыбындар жүр, айып етпеңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әр саусақтағы шектердің ішінен өткізіп шығамыз да, шегіміздің ұш жағын осылай түйіндеп байлаймыз. Бастапқыда айтқан өрме төстікті осы шектің ортасын осылайынан ашып салған. Менде бірақ ұзын болып кетті. Бұл себебі мен қысқартқан жоқпын бұл шектерді. Және де видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, және де алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіз, комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.